Айттың ғой, ата-анамнан сұрандым, сөйтіп Қостанайға келдім деп, иә? Үміткер болып келдің, бірақ ештеңе шықпады. Неге қатысушы болдың қайттың? Шынына келген кезде атымды көрсету, өзімді таныту мақсатында 100% деп алатын болсам, келген қадамымды, соның 90% сол мақсатта 10% ғана кішкене ғана үміт болды. Эфирде енді ұзақ отырмадың, бар жоғы 2-3 ай ма, сондай ғана, иә? 3 ай. 3 ай ғана. Не себепті? Білімімді көрсетіп, шеберлігімді көрсетіп, соған жеттім. Сондай деңгейден Қосаққа түстім ма деп. Ішімдіктен бас көтергеннен кейін, маскүнемдіктен кейін, сол мені кәсіп, өнер, сол нәрсе мені алып шықты, сол шығармашылық. Маскүнемдік туралы айтпадың. Қанша уақыт сонда? Эфирде енді бір кісімен таныстықта кеттің, бірақ өткенде эфирге барып үшін жақында ғана таныстықтарың тоқтады, иә? Шындықты айтайын, негізгі басындағы ұсыныс бізде шамалы эфир жасау болатын дүние. Мен сөйтіп шақырған болатын ол кісіні. Всем сәлем, әңгіме YouTube жобасының тұрақты көрермендері, араға сәл ғана уақыт салып, сіздермен тағы да жүздесіп отырмыз. Бүгін бізде жаңадан интервью, бүгін ағынан ақтарылам деп келіп отырған спикеріміз Тимур Андижанов. Қош келдің. Қош келдің, ассалаумағалейкум. Тәке дейін ба? Білмеймін, өзің біл. Жалпы жағдай қалай? Жағдай шүкір, Құдай деп. Бірінші сұрақ, неге интервью бергің келді? Интервью бергім келді. Неге? Мүмкін эфирде ашыламай қалған шығармын, аз ғана уақыт болып. Екіншіден, сол эфир уақытысында өзіңде болған кездер болды, талқыланған мәселелер, маңғыр айтылған. Неге шынайы емессің, эмоция берілмейсің, провокацияға да берілмеген кездерім, төбелеспеген де кездерім болды. Соның себептері неге? Ол жерде айтылу керек пе еді, айтылмау керек пе еді, бірақ мен сұрағыны сол нәрсені, бәрі айтылмай қалған нәрселер бар. Сол нәрселерді енді өзіңмен эфир барысында болсын, эфирдің сыртында болсын, сәлеміміз үзу болғаннан кейін, сыйластықта болғаннан кейін, шамалы парасат пайымыз бір-біріне жуықтағаннан кейін, неде болса сол Қосылайықтың көрермендері міндетті түрде бұл интервьюді, бұл сұхбатты көреді деп ойлап, мен сұхбат беруге шештім, бірақ сізді көндіру өте қиын болды. Той мәселесі болды ғой енді сізде. Ары бері, в общем, негізі бұл сұхбатқа біз бір ай бұрын ба сөйлескенбіз, енді ғана бүгін бұйырып тұр екен. Жарайды, бағана өзің айттың ғой, неге мен эфирде басқаша болды деген сияқты бір сұрақтар туындауы мүмкін деген сияқты. Неге до такой степени сабырлы болу керек? Енді мен оны былай айтайын, өзі эфир барысында айтылатын бір фразалар бар ғой, мен дос іздеп келген жоқпын деген нәрсе. Өзіңде білсін, эфирде сен өзіңнен де сөзіңнен бірнеше рет айтылған екен, мен дос іздеу келген жоқпын, мен жар іздеу келдім, мен сіздермен барлығыңызбен дос болып, жиі сіздермен бас қосуға міндетті емеспін деп. Сол сияқты мен де ол жерге дос іздеп келген жоқпын. Менің жылдар өзі сараптаған, жылдар өзі суыққа да, ыстыққа да көндірген өзімнің қасымда адал достарым бар. Сол себепті де, ал неге мен сабырлылық таныттым, неге мен төбелеске барған жоқпын, неге мен ол жерде бір қандай да бір менің жеке өзімнің жеке тұлғалық ретінде өзімнің адресіме мекен-жайыма айтылып жатқан ауыр сөздерді көтере білдім. Өйткені ондайлардың бағымен өткеріп болғанмын. Сосын мен ең басы маған денсаулық маңызды. Енді осы жерде менің ата-анамда, менің бауырымда осы интервьюді, сұхбатты көрген болатын болса, осы шалқасынан түсуі мүмкін. Мен бірінші әйеліммен екі жаққа кеткен кезімде менде қатты депрессия, стресс болды деп, ол эфирде де кішігірім айтылды. Енді депрессия, стресс деген қазір барлық бір адам кіріп шығып жүрген дүние болды ғой, қазір екінші үй сияқты. Ал менде кәдімгі денсаулықтан ағаттық берді, өйткені нанервный почва деді, жүйке жүйесінен адамның денсаулығында, ағзасында қай жерінде кінәрат бар, соның барлығы қозғалып шығады дейді. Менде аллергия болды, бүйректен приступ болды, көз, птоз, невроз барлығы болды. Ең соңында соның жүйесі, мына әйел адамдар эмоциясын шығарып алады ғой, жылап алады. Ал біз ер азаматтар қауымы, біз көбінесе іштен тынамыз. Ол кезде енді мен кімге барып, мен әйеліммен ажырастым деп, қайсысына, мысалы, сен мен досымсың, бір күн айтамын, екі күн айтамын, үш күн айтамын, үшінші күн сен айтасың ғой, айналайын қош, елде сен ба дейсің. Тіпті ондай адамдар кездесті десем де өтірік емес, сөйтіп айтқан. Содан кейін күндердің күнде менде бір кінәрат, денсаулық пайда болды, бір кінәрат. Мен тексерілген кезінде қатты жүрегімнен шаншу болды, мен оны елемей жүре бердім. Ақыр соңында ол инсультқа апарды, микроинсульт.
ол екінші рет қайталанған кезінде біріншісінде мен елеген жоқпын, екіншісінде қасымдағы жандар мені қозғады. Мен ол кезде бұл проблеманы апарып ата-анама айтқым келген жоқ, өйткені ол кісілерге де көзінің алдында ойнап жүрген немересі, күнде шай қойып жүрген келіні бір күнде жоқ болған кезде, балаларының жалғыз ұлдың сондай жағдайға түскені ол кісілерге ауырлық туғызды. Мен бұл проблеманы ол кісілерге айтқан жоқпын. Бұл проблеманы жалпы мен ешкімге айтқан жоқпын. Туған туысым, бауырларым, өзімнің жақындарыма да айтқан жоқпын. Мен частный клиникада емделдім. Емделіп болғаннан кейін тіпті бұл ауруды менің өмірімде жоқ деп есептейінші, болған жоқ деп есептейінші деп, мен тіпті ол заключение дейді ғой, врачтың берген, дәрігерлердің берген диагноздарының барлығын мен тіпті жырып тастадым десем де болады. Бірақ мен емде жұмыстан жүргіздім. Ол кезде жаңа анама сондай, әке шешеме сондай жағдайда тағы ауыртпалық бұл нәрселерді айтқан жоқпын. Және де бауырым сол кезде енді шаңырақ көтеріп жатқан, келін болып түсіп жатқаны, мен тіпті де оның барып отбасына ондай проблемамен кіруге, барып айтуға ешқандай құқығым жоқ болатын. Сол кездерде өнерде болсын, өмірде болсын, араласып жүрген достарымның біразына хабарластым. Сол кезде менің достарымның біразын сұрыптап, анализін өткізіп, мен біразынан теріс айналған жоқпын, сәлем түзу болып қалды, бірақ ол кісілерді жақын достарым, бауырларым деген мен тізімнен алып тастаған кездерім болды. Сол кезде мен жанымда болған достар бар, және де оқушыларым бар. Қазірден Алматыда араласып жүрген достар, оқушыларым, және де есімдерін айта берсе болатын шығар. Қуаныш, Азамат, Санат деген достарым менің жанымда болып, тіпті бұл қаражат, көп үлкен қаражат керек болды. Бұны сен қарызбен деп ойлама, бізге бауыр керек, бізге дос керек. Сен өзің үшін керексің, бізді ойлама, бізге қарыз емессің. Күндердің күнінде әйтеуір қайтарарсың, қайтармасаң, бұл сенің бізге жасаған жақсылығыңмен, сенің деген көңіліңнің бізге деген қайтарымы болсын деп маған сондай қолдау көрсетті. Сосын жанымда болған ең үлкен қолдаушы ол менің Гүлнар деген әпкем болды. Бір рет бір эфирде мен ол кісіні құттықтадым, өзім почти туған әпкем. Сол кісілерге рахмет айтамын. И сондай жағдайлардан кейін, стресс, депрессиядан кейін мен қайтадан ол жағдайға душар болғым келмейді. Мен психолог тұрғыда өзіме көп жұмыс жасадымдағы, анамна сөзді елемеймін, анамна проблеманы алмаймын, көңіліме де, жүрегіме де жақын алмаймын. Не нәрсені де болса күліп қарсы алып, күліп шығарып салуға тырысамын. Жақсы, қазір денсаулық қалай? Қазір денсаулығы жақсы. Шүкір. Иә, арасында мазалайды, өйткені сол уақытқа дейін менде мынау давление дейді ғой, төмен болатын. Сол жағдайдан кейін менде давление жоғары болды. Енді алматылық жерге келгеннен кейін давление в общем жалпы алғанда ойнайтын болды, бірақ күресіп жатырмыз. Түсінікті. Эфирде енді ұзақ отырмадың, бар жоғы 2-3 ай ма, сондай ғана? 3 ай. 3 ай ғана. Және де мен білемін, сен бізде Қосылай Ханзадасы болмай тұрған кезде кетем деп сондай бір ниеттеніп жүрдің, не себепті? Не себепті? Жалпы мен Қосылайық деген бағдарлама, жалпы бір болайық болсын, қалаудың болсын, бұндай форматтағы бағдарламаларды көрмейтінмін. Тіпті оның структурасын да білмеймін, қатысушыларын да білмеймін, бірақ мен үйімдегі ата-анам көреді. Өздері көрмеген бола отырып, мен барам деген кезінде олар қарсы болды. Бұлай айтады ғой, екі түрлі жағдайда я дейді, жауап береді. Бұлай ауызбен айтады, жүрекпен айтады. Менің анам, отбасым ауызбен я деп жібергенмен жүрекпен онша қаламады. Тіпті менің Алматыға келуімнің өзін. Өйткені ол жақта Қызылорда облысында өзім туып өскен жерімде орнықты орным бар, өзімнің атым бар, өзім достарым бар, сыйлы жұмысым бар деген сияқты тұрақты. Сонымен қаламады дағы. И кез келген ана үшін баласының мекен жайына тіпті керек десеңіз, эфирде кейбір кездері менің анам туралы тақырып қозғалды. Типа келінін сыйғызбаған, сосын сіздің ажырасып кеткен шығарсыз деген дүниелер қозғалды қатысушылар тарапынан. Бірақ сол нәрселердің барлығы менің анама эфир көрме деп әке шешеме айтқанның өзінде де жаңа ссылкасын жібереді, айтады, осылай болып жатыр, балалармен тым қызметте отырған адам неге өтірігі барып отыр деп. Өйткені мен жай ғана биші болған жоқ, мен ол жақта кәдімгідей қызмет атқарған азамат болдым. Өйткені мен оған дейін мектеп директорының тәрбиешінің орынбасары болған адам, ешкімнің әкем жоқ, көкем жоқ тіреп тұрған, өзім адал еңбегіммен әйтеуір Құдай әумин-деп жақсы адамдар жолығып, қолдауының арқасында өзімнің білімімді көрсетіп, шеберлігімді көрсетіп соған жеттім. Сондай деңгейден Қосылайыққа түсті ма деп. Бірақ олар айтқандай Қосылайық ондай жаман жоба емес. Оның ішіне кіріп қайнап, оның сорпасына қайнап көргеннен кейін оның түсіне жатады адамдар. Сондықтан да сол қарсылық болды. Сол себепті де мен
қай кезде де жалғыз ұл болғаннан кейін бір ана мен баланың ортасында сен деген жалғыз ұлсың ғой, байқайсың өзің бір кіндікпен жабысқан бір связь энергетика болады. Сенің бір жағдайың аман болып ауырып тұрған болатын болса, ол сезеді, қоңырау шалады саған. Или сен бір жерде отырсаң, бір нәрсе болып қалған сияқты звондағанда бір алло деп телефонды көтеріп, алло балам дегеннен ақ сен түсініп тұрасың, сенің анаңда бір нәрсе, бір көңілін бір нәрсе мазалап тұрған. Сол сияқты ол нәрселердің барлығын ол мен үшін алаңдады анам. Сен нәзіксің, сен сентиментальныйсың, эмоциональныйсың, бірақ ол менің сондай этаптардан өтіп, анамның менің пісіп барып тұрғанымды түсінбеген шығар, мүмкін менің кінәм сол болған шығар, мама мен осыдан өткенмін, мен бұл нәрсені өткере аламын деп. Ана нәрсенің бәрі ауыр тиіп жатыр, маған ауыр тиіп жатыр, сенің кеткенің дұрыс деп. Сол ананың көңілін қалдырмау мақсатында мен сол кісінің жан тыныштығы үшін кеткім келді шынына келсе. Өйткені бірінші эфирде сондай сөз айтылған кезде менің анам, ол кісі де сондай жүрекпен ауырып, маған әкем анамды больницаға, реанимацияға алып баратқан жерде маған видео келді. Мен оны қатысушыларға айтқан жоқпын, оны редакция ғана біледі. Сол кезде менің әйелім, менің әкем айтқан болатын, айналайын, сенің хатыңды іздемей жүргенде мен хатымнан айырылып қалмайыншы деді. Сол сөз маған ең сонда нүктесін қойды. Енді бағана айттың ғой, ата-анамнан сұрандым, сөйтіп қосылайыққа келдім деп, иә? Үміткер болып келдің, бірақ ештеңе шықпады, неге қатысушы болдың қайттың? Енді неге қатысушы болдың деген сұрақ, жаңа айттым ғой, маған тікелей себепкер болған Ғалия деп, мен бұрындар айтатын еді ғой ішіндегі, мен тіпті бұл бағдарламаны білмеймін. Шынына келген кезде мен бұл бағдарламаға Алматыға келгенде мен ешкім танымайды, ешкім білмейді, мен үлкен теңіздегі бір түйір тамшы сияқтымын. Сондықтан да бір атымды көрсету, өзімді таныту мақсатында 100% деп алатын болсам, келген қадамымды, соның 90% сол мақсатта 10% ғана кішкене ғана үміт болды. Бірақ менде мынандай бір сенімсіздік болатын, үйленіп қосылып жатқандардың барлығы бір хайп, бір өтірік сценарий деп. Ал бірақ өзім табалдырығын аттағаннан кейін ол нәрсенің шынайы екенін тосыннан келген мен үшін бір сезім оянған махаббат, ол сағыныш болды. Сонымен хайптың аяғы ол қосылайық менің бір өмірімдегі бір алатын бір этап болды, бір ойып тұрып алатын. Сондықтан да ол нәрсені ол жерде бір шынайы емес, бір өтірік деп айту қазіргі таңда менің аузым бармайды. Өйткені сағыныш, Ғалия, достар, жаңа орта, мүмкіншіліктер деген нәрсе көп болды. Осы сенің бұрынғы отбасың туралы эфирде қаншама сұрақтар қойылады. Солардың барлығына жауап беру барысында сенен бір агрессия байқаймыз негізі. Неге бір ашуланбай, агрессиясыз просто ситуацияны қалай бар солай айтпасқа? Ешкім басына бермесін, адай ғой, Нұрсұлтан. Менің әйелім дипломатичный адам. Ол істің адамы болған, ал мен творчество, өнердің адамы, шығармашылықтың. Мысалы, кімде-кім болатын болса, мысалы, екі жаққа кетсе, сен туралы, сенің өткен өмірің туралы эфирде басқа адамдардың қозғанын қаламайды. Егер мен қарапайым адам болып, менің әйелім шығармашылық адам болатын болып, ол кісі осылай үлкен көпшілік ортада ол кісілер туралы, ол кісінің өткен өмір туралы сол жерде басқа адамдар талқылап отырса, ол кісіге маған ұнамас еді. Дәл сол жақта ол кісіге де. То есть, былай ғой, екі жаққа кеткеннен кейін, біз екі жақта тарапты екі өмір сүріп жатқаннан кейін, қайта-қайта барып оны қозғай беріп, бүкіл Қазақстанның алдында оны қозғап, ол кісіге де эфирде барылады, ол кісіге де ссылка жіберіледі, ол кісіге де қозғалады, ол кісінің де эмоциясын мен қозғағым келмейді, ол кісіні түрткім келмейді, ол өзінің өмірін сүріп жатыр. Қазіргі таңда ол екі баланың анасы, ол екі бала үшін өмір сүріп, сол тәрбиелеп жатқан жан, ажырасқаннан кейін де маған тыныштық бермеді ғой деген ол кісінің ойын қалыптасқанын мен қалаған жоқпын. Сосын бұл ажырасу тосыннан болған ажырасу болды, тіпті төбеден жай түскендей болып, аяқ асты солай екі жақты келістік, мүмкін екеуміз де балалық таныттық, мүмкін екеуміз де жастық таныттық, бірақ солай шешілді. Артынан өкініш менде де ол кісіде болды, бірақ кеткен кеме өзінің аялдамасынан кетті. Оны қайтып қайтара алмайсың. Сол себепті жабылу қазанын сол күйінде қалдырдық. Сол себепті де менде агрессия білінді. Мен оны қозғаған қалаған жоқпын. Бірақ өкіні болды деп айтып отырсың ғой. Неге былай қосылуға қадам жасап көрмедің ба? Қосылуға қадам жасалды ғой, бірақ айтылған сөз атылған оқпен бірдей. Ортада айтылмау керек сөздер айтылды. Ортада айтылмау керек мәселелер қозғалды.
мүмкін сол кезде екеуміз ғана шеше салатын мәселені біз отбасылық, әулеттік бір проблемаға айналдырмай, екеуара шешуіміз керек пе еді, бірақ біз көптеген адамдарды ортаға қостық. Сол себепті де нүктесі қойылды. Негізі жіберген адамды жіберген дұрыс, жіберіп үйрену керек деп ойлаймын мен өз басым. Достықта болсын, жұмыста болсын, қарым-қатынаста да болсын. Сонымен ажырасудың нақты себебі ол ұрыстан пайда болды ма? Әлде бұл мінез сәйкес келмеу ма? Мінез сәйкес келмеу, біз екеуміз бірімізді қатты жақсы көрдік. Бізде кәдімгідей махаббат болды, мен оны мойындаймын. Ол кісі мені шексіз риясыз сүйді, мен де ол кісіні сүйдім. Ол кісіде ілтипат, сыйластық, құрмет, арадағы жасқа деген байланысты, бірақ сыртқы факторлар көп әсер етті деп ойлаймын. Достар, подружкалар дейді, құрбылар, ата-ананың ортаға түсуі деген сияқты. Негізі біздің мен тарапынан емес, ол кісі тарапынан, ата-анасынан біздің қосылуымызға қарсылық көп болды. Сол маңызды рөл ойнады деп ойлаймын. Сосын адамдар мынау махаббат пен романтикада бірге болғанымен, өзің үйленіп көрдің ғой енді. Қыз бен жігіт болып жүргендегі сенің қызың Айжан басқа да, тұрмыстағы өмірдегі Айжан басқа. Сол сияқты сол нәрседе бытовой өмірде біз бірімізге дұрыс келмеген сияқтымыз деп ойлаймын. Қазір хабарласып тұрасың ба бұрынғы әйеліңмен? Жоқ, хабарласып тұрмаймын. Ешқандай хабар жоқ? Хабар жоқ. Алимент? Мен енді осы жерде мойындайын, ол нәрсе эфирде де қозғалды. Менің тұрақты жұмысым болып, Қызылорда облысында өзім мектеп жұмыс жасап жүрген кезде, тұрақты түрде жаңа сот орындаушыларының бөліп берген өзінің проценті бойынша мен алиментті төлеп отырдым. Қазір Алматыда менде тұрақты жұмыс жоқ. Менде алимент қазір таңда төленіп жатқан жоқ. Сол мені қатты қанжылтады. Тұрақты жұмыс жоқ болғанда сен білуімше биден сабақ бересің. Иә, академия. Бұл тұрақты жұмысқа жатпай ма? Ол жерде ол үйірме болып саналады, ол как мындай штатпен жұмыс жасайтын жұмыс емес. Сосын ол 0,5 болғаннан кейін, яғни 0,5 ставка болғаннан кейін, ол жерде қаражат өте аз. Ол Алматыда жүріп тұрғаннан артылмайтын дүние. Жақсы. Эфирде енді бір кісімен таныстықта кеттің, бірақ өткенде эфирге барып үшін жақында ғана таныстықтарың тоқтады, эфирде айтылмаған бір себебі бар ма таныстықтың тоқтауына? Әлде бұл таныстық ешқандай сезімсіз, махаббатсыз басталды ма? Негізі жалпы Алматыға көшіп келу демей ақ қояйын, Қосайыққа менің тікелей келуіме себепкер болған кісі сол кісі. Оны ешкімде айтылған жоқ. Мен жазғы уақытта осы жаққа келген кезінде бір іс сапармен ол кісімен бұрыннан біз таныспыз сыртымыздан. Өйткені ортақ таныстарымыз бар, интернетке саламыз, әлеуметтік желіде көріп жүрміз. Білемін ондай кісі бар екенін, қаяқта оқығанын, біздің жерлесіміз екенін, қандай ансамбльде білген, Гүлдер ансамблінде ол кісі белді биші болған солист, естуің болса Гүлдер ансамблін. Сөйтіп білеміз, сол жерде тікелей таныстық, біз жақсы тіл табысып кеттік, кәдімгі бұрыннан жақын адамдар сияқты. Сол кісінің қатысушы болғанын білемін, сөйтіп сөйлестік, келдік. Ол кісімен мен қарымға таныстықпен біз шығып кеттік. Енді осы жерде мен шындықты айтайын, негізгі басындағы ұсыныс бізде шамалы эфир жасау болатын дүние. Мен сөйтіп шақырған болатын ол кісіні, бізде сондай келісім болған. Бірақ сезім деген нәрсе, өзі ұлық нәрсе болады. Біз оны, мен де ол кісіде ойлаған жоқпыз. Бізде қандай да бір жаңағы жылулық бар деп шақырдым ғой, сол жылулық шынымен бар екен. Мен жайдан жай ол кісіні шақырмаған екенмін. Мен мүмкін тікелей ол кісіге жігіт ретінде айта алмай, мүмкін осындай бір жолды тапқан сияқтымын. Қазір ойланып қарайтын болсам, ол бір эфир жасайық деп ол кісіге айту мен үшін бір әшейін сылтау болған сияқты. Кейіннен қарайтын болсам, ол да айтты, маған да айтты. Мен де өзім байқадым. Что-то сенікі серьезно болып бара жатыр ғой, Тимур. Сен бір қадамдарың серьезно болып бара жатыр ғой деген сияқты тартыншақтады ол, білесің ба? Эфирге келмеймін деп менен отказ жасады ғой. Сосын ол кісімен тұрақты дұрыстап сөйлестім, дұрыстап ол кісімен. Сосын ол кісі түсінді, менде жылулық бар екенін, менде қандай да бір үміт бар екенін. Сөйтіп басында ол кісі қарсылық білдіргенмен, кейін екеумізде де бірімізге деген басқаша бір сезім бар екенін байқадық. Ол сезім керемет болды, ол жанның қасында. Алдыңғы сезімге қараған кезде бұл кісінің қасында мен басқамын. Ол кісімен әңгіме басқа, ол кісімен өмір басқа, ол кісімен әлем басқа.
Сол бар сезім қайда кетті қазір? Кеткен жоқ, ол бар. Ол әлі бар, Ал... ол тулап отыр. Біз эфирде бәрі тоқтады дегенмен біздің күнделікті сөйлесуіміз әлі тоқтаған жоқ. Онда эфирде барлығы тоқтады деп айтудың не қажеті бар еді? Ол кісінің шешімі солай болды. Ол кісі қаламайды, отношение құрастырды. Жоқ, ол кісі қалайды. Ұялама әлде? Ұялады деп те айтсам қалай болады? Енді әртүрлі пікірлер болады ғой астында комментарийда. Жас үлкен, әпкең не істейсің деген сияқты пікірлерді мен оқыдым өз басым. Сондан енді ұялама, мүмкін бір комплекс бар ма дегенім ғой. Мүмкін мен бір нақты адамдар жасамай жүрген шығармын. Мүмкін мен алдыңғы қарым-қатынастан кейін қайтадан бір отбасын құрып, тағы да бір қыз баланың, тағы да бір әйел адамның өмірін алып, тағы да жауапкершіліксіз аяқсыз қалып қоюдан қорқатын шығармын. Жақсы. Таныстық үстінде жоқпыз деп эфирде айттыңдар, бірақ таныстық үстінде өсіңдер, ары қарай не болады? Беймәлім. Қазір таныстық үстінде ме әлде жұпсыңдар ма? Біз жұптыққа барған жоқпыз, біз таныстықта бастап, таныстықтан тоқтатып тастадық, бірақ бізде екеумізде қимастық бар. Қостай ханзадасы болып жатқан кезде тігіммен айналысатын бір өнерін көрсеттің, көйлек тігем деген сияқты. Сол жаңа ішімдіктен бас көтергеннен кейін, маскүнемдіктен кейін, сол мені кәсіп, өнер, сол нәрсе мені алып шықты, сол шығармашылық. Маскүнемдік туралы айтпадың? Қанша уақыт сонда? Ажырасу менде өте ұзақ болды. Процесі оңалу, өз-өзіме келу процесі. Менде бастапқыда, былайша айтқан кезінде, еш нәрсеге мұрша болмай, мен тек төсек тартып қалған кезім болды. Витамин, антибиотик, содан бір күні анам келіп мені болды, тұр, сен маған керексің, өмір сүр, қайда баяғы жалын, қайда баяғы от. Сен білесің, мен энерджайзермін, то здесь, сөйтіп жүрген кезімде сөйтіп тірілдім. Бүйтіп анам үшін көтерілгенмен бәрі ішімде үнжұрғам түсіп тұр. Содан менде маскүнемдік басталды. Мен ешқандай тамақ ішпеймін. Кешкі уақытта, ол кезде локдаун болып жатқан кез, 7-8 деп жауып тастайды. Сыра кәдімгі, сыраны алып келем, ішем. Сол мені тыныштандырады. Таңға дейін отырам, кино көрем. Өзімше өзімді тынышталдыру үшін мотивационный кинолар көрем, психологиялық видеороликтер көрем, материалдар, бірақ болды, ертеңнен бастап бәрі күшті болады деймін. Ертең қайттан дәл сол көңіл күймен оянамын. Сөйтіп 1,5 айдан ұзаққа созылды. Бір күні айна қараған кезінде мен ұлы сөзде ұят жоқ, бір күні мен айтады ғой, шошқаны көрдім. Содан болды, жинал дедім. Жиналдым, содан самоизоляция кетті менде. Үйде менде 3 нүкте болды. Төсек, су ішем, кухняға барып, сосын әжетханаға барасың. Адамға қажетті 3 дүние ғой сол. 1,5 аптадай, 20 күндегі уақытқа дейін менде изоляция болды. Сол кезде жаңа аты аталған достарым, қарындасым қоңырау шалып, сендердің бауырларың керек емес па? Сен барсаңдаршы деп, мен қарындасым, мен жалпы менің ең жақын деген достарым, мен отбасылық достарым болып кеткенбіз. Ата-анасымен, мейрамдарын құттықтап, сондай араласамыз. Мен ғана тұрмыста болса да мен үшін жанын ашып сөйтіп хабарласады. Қалай, досымыз деген, братан деген ауылдамын деді ғой. Жоқ, ол қалада, осындай. Сонымен үйге келіп, 1,5 сағатта есік тұрады. Сонымен телефон қоңырау шалған, мен ауылдамын, не үшін звондай бересіңдер деген уақытта. Олар қу ғой, домофонды басып қалады да, мен үйде екенім білінеді. Сөйтіп 2,5 күн қасымда болды. Ұмыттыру үшін. Сонымен қасымда болды. Сонымен не қалайсың деді. Екінші күні мен әлі өзіме келген жоқпын. Мен ағынды суға барғым келеді дедім. Сонымен кәдімгі Сырдарияға барып, олар түсіп болды, қайтара алмай мен кешке дейін ағынды судың ағысқа қарай жүзіп, әбден талғанша ішімдегі ашу, ыза, өкініш бәрін шығарып шықтым. Содан кейін бері қарадым. Бірақ сонда 1,5 ай бойы күнде пиво іштің? Сыра. Күнде? Күнде. Бір ішкенде қанша бутылка? Мен айтайын, бір ішкенде 2, максимально 4-5. Бір өзім. Ал бұл нәрсеге анаң қандай реагировать етті? Ол кісілер білмейді бұл жағдайды. Ол кісілер білмейді, өйткені ол карантин уақыты болатын. Сен сонда өзің бөлек үйде тұрасың ба? Мен өзім бөлек үйде, мен қалада тұрамын, ата-аналарым менің ауылда тұрады. Ол кісілердің өзінің қайнап жатқан қазаны бар, өздерінің мал шаруашылығы бар есіктің алдында, ол кісілердің өздерінің жұмыстары бар. Мен ешкімге масылы болғым келген жоқ, өзімнің қиын сәттегі түрімді, өзімнің образымды ешкімге көрсеткім келген жоқ. Жалпы мен өзім сондаймын, қиналғанымды көрсетпеймін. Мен жалпы туысқандарыма, жалпы достарыма, айналған қоршаған ортаға мотиватор, всегда күліп жүретін адам, позитивтегі адам ретінде позитивировать етіп үйреніп қалған адаммын. И ондай нәрсені мен оларға көрсеткім келген жоқ. Осы эфирден кетпей тұрған кезде мен бір пікірталасты байқадым. Эфирде болып жатқан
ол жерде сенің жігіттік намысыңа тиетін бір нәрселер болып жатты. Типа енді жігіттің намысына тиетіндей бір сөздер болып жатты, пікірталас жалпы. Неге именно сен ортаға шыққан кезде болмаса, сен туралы әңгіме қозғалған кезде бұндай тема қозғалады деп ойлайсың? Қатысушылар тарапынан. Мынандай ғой, Нұрсұлтан, жалпы менталитетте мен ауылдық жерде кәдімгідей өскен адаммын. Жалпы мен биге түсетін кезімде тіпті мен танымайтын адамдар, достарым, класстастарым, менің тіпті өзім туысқандарымның өзі мен биге түскен кезде мынандай прикол болған. Радиоға бітіргеннен кейін не істейсің деген, жұмыс істеймін, билеймін деген кезде радиоға барып билейсің ба деген маған. Мынанша ауыр ғой нәрсе. Жалпы мен ондай нәрсеге, дәл ондай пікірге, дәл ол цензураға етім үйренген. Өйткені неге біз студент болып оқып жүрген кезімізде де, өмірде де жаңағы билейтін жігіттер дұрыс емес жігіттер, жалпы нәзік, қыз жанды деген нәрсеге мен ол нәрсе үйренген. Ал енді мен саған айтайын, дәл сол өмір өзі сараптап келіп, өзі алып келеді орнына. Дәл сол кезінде жаңа көшенің жігіті болып, мен жаңа брутальный жігітпін, сен нәзіксің деп маған сөз сөйлеп, менің намысыма тиген жігіттер қазір қоғамда ешкім емес. Түсінесің ба? Ол сыртқы іс-әрекетпенен, физикалық тұрғыдағы күшпенен ол нәрсе сыналмайды. Ішкі стержен, ішкі жан дүниесі мықты болатын болса, егер адамның тәрбиесіменен, адамның ақыл парасаты мықты болатын болса, ол мейлі ол өмірде нәзік бола берсін, ол іштей сынбайтын болса майысқанмен, ол көп нәрсені жеткізеді. Ал жаңағы айтып отырған, жаңа маған сөз көтеріп, маған жаңа тіл тигізген адамдардың өзі бүйтіп сырт көзге темір болып көрінгенмен, бірақ сондай өмірдің қиыншылығы келген кезде олар сынып қалуы мүмкін. Сосын жиі емес, сөзіңе қарсылық келтірейін, бір рет болды ол Шерханның айтқан сөзі ғой, жаңа айтылып отқан, сен бір нәрсе ұқсап жүрген жоқпын мен деп жаңа шегіртке деп айтылатын кезде, сол сөзді, сосын ол нәрсеге мен қатты бір внимание аударған жоқпын, ол айтқаннан мен сондай болып қалмаймын. Біріншіден, екіншіден сол жаңағы денсаулыққа байланысты оның сөзі мынандай ғой, қарапайым сөз айтқанда, әрбір менің аңғарап қапқан итке, күшікке мен ол қарсы үре беретін болсам, менің адамдығым қайда қалды? Мен адам болғаным, сондықтан мен надандыққа барғым келмейді, мен адам болып қалғым келеді. Жалпы сұрақ, обычный сұрақ. Қазір енді бір жынысты дейді, бисексуал, транссексуал деген сияқтылар, сондайға көзқарасың қандай? Қарсысың ба, әлде қолдайсың ба деген сияқты? Мен қолдамаймын. Өйткені мен өзім балалармен жұмыс жасап отырмын. Өзім балаларға тәрбие беріп, жалпы біліммен сусындатып отқаннан кейін, ол нәрселердің қазіргі балалардың психологиясына қатты әсер етеді. Қазір жас балалар, өскіншектер Инстаграм емес, TikTokта көп отырады. Сол TikTok желісінде олар көп таралып жатыр. Жалпы қандай да бір шектеу қойған дұрыс. Мен немесе жаңа басқа бір топқа бөлініп, оларды өлтіріп тастау керек, асып тастау керек, өртеп жіберу керек, оларды жаңағы қойша маңырату керек деген нәрсеге де қосылмаймын. Олар бар шығар, өмір сүре берсін, бірақ олар оны насихаттап жатыр да, пропаганда көп айғайлап жатыр менің мұндалап. Өмірін сүрсін, мүмкін солай жаратылған шығар, мүмкін бір жағдай болған шығар өмірінде, бірақ оны бүкіл әлемге жар салып паш ету қажетіне. Біз қазақпыз. Біз ол отырған әлеуметтік желіде көзі ашқан баладан да отыр. Қазір бір жастағы баланың өзі TikTokты жылжытып көріп отырады. Мен соған қарсымын. TikTok жаман демеймін. TikToктан мысалы баланың ес сақтау қабілеті, мен музыкадан өзім шығармашылығынан болғаннан кейін баланың ес сақтау қабілетіне жаңа билет жаттап жатады. Бірақ жаңағындай дүниені көріп отқан кезде, шыққан кезінде, кейбір кездер бір жиналыс, бір балалармен мотивационный бір или баланың бір жерде отқан кезде, TikTok қарап отқан кезінде, жаңағыдай нәрсе шыққан кезде, бала үшін мен ыңғайсыз жағдай болып қаламын алдында ше. Өйткені оны біз сияқты саналы түрде қоғамдағы үлкен адамдар сол қателікті жіберіп отыр да. Бір қандай да бір шектеу жоқ, бір сұрыптау жоқ. Сол нәрседен мен өзімнің ойым сондай. Сосын ол Европадан келіп жатқан нәрсе, біз Европадан алатын дүние бар, Европадан алмайтын дүние бар. Дамуды алуымыз керек шығар, бір қандай да бір ағымға еруіміз керек шығар, бірақ дәл ол ағым емес. Мүмкін ол болған шығар, бірақ енді болды екен деп болған нәрсенің барлығын шығара беру, ол дұрыс емес дүние деп ойлаймын. Саясат туралы бір сұрақ қойсам, Қазақстандағы халықтың жағдайына, экономикаға қарап, негізі көңілің тола ма? Жалпы көңілім толмайды. Өйткені бағдарламалар айтылады. Мен негізі саясатқа кішкене кіріп келе жаттым. Студент кезімде мен
белгілі жаңа атышулы партияның мүшесі болдым. Өйткені мен өте белсенді студент болдым. Мен қаншама жиналыстарға бардым, әкімдік аппараттық жиналыстарға дейін бардым. Тәрбиеші жөніндегі орынбасар болғанда сен міндетті түрде ол партияның мүшесі боласың. Бірақ ол жерде мақсат айтылады, реформа қойылады, бірақ ол жүзеге аспайды. Қалау ауқат тек қағаз жүзінде ғана күшті, әдемі, ал бірақ іс жөнінде біз барлығын көріп жатырмыз. Жалпы бас сұққым келмейді саясатқа, бірақ қарным ашатын жеріне көп. Бірақ енді тағы да екінші жағынан қарайтын болсам, саясат деп отқан дүниеден айтатын жоқ, ол саясат үкімет қой енді. Үкімет маған жасамады, үкімет маған бермеді деп отыра берудің өзі де өте қате түсінік. Егер сен өміріңді жақсартқың келе ме, егер сенің ішіңде бір қандай да бір қабілет бар ма, бар дамыт, бар күшейт, бар ізден, жаса, оқы, ізден, сұрап ал. Ешкімнің намысына тимесең, ешкімнің құқығын таптамасаң, жаса. Ал енді мен осы қоғамның мүшесімін, мен азаматым, маған беру керек, маған жасау керек деп отыру, жарасады, мүгедек адамға жарасады. Жарасады, ешқандай жағдайы жоқ адамға. Ал бірақ аяқ қолың бүтін бола тұрып, бір қате түсінікпенен, бір какой-то бір психологиялық тұрғыда бір тұрақтылығы жоқ бір адамдар отырып алып, жаңағы өзін мемлекетмен асырау керек деп. Мемлекетмен асырау керек деп, өзі толыққанды азамат өзін жаңағы ой қиялымен психологиялық тұрғыда өзін мүгедек қылып қойып, үкімет маған міндет деп отыратын адамдарға мен қарсымын. Ал бірақ енді қал ақуатқа нашар. Өйткені мен мектепте жұмыс жасап жүрген кезде көптеген балалармен жұмыс жасау барысында жарысқа апарамыз, конкурсқа апарамыз. Сол кезде мен енді бұл жерде ашып айтпай-ақ қояйын, сондай материалдық жағдайға байланысты, әлеуметтік жағдайға байланысты көптеген тосқауылдарға барам. Қаншама талантты, қабілетті балалар соның салдарынан көңілі қаяу болып, ата-анасын ренжітпеу үшін көп жерлерден жарыстардан, сайыстардан қалып қояды. Ата-ана ұялады оның алдында, баласының алдында, бала ата-анасын ренжітпеу үшін ол үндемей қалады да, өзін қоғамнан шеттете береді. Анау кінәлі болады да, ортада уже соның салдарынан отбасында бір суықтық қарым-қатынас пайда болып келе жатыр да, ата-ана мен бала ортасында. Сол. Менде негізі ойым мынандай да, біз барлығымызға бәріміз бір мемлекетте өмір сүріп жатырмыз да, бірақ кейбіреулер жақсы ақша табады, кейбіреулер орташа табады, кейбіреулер таппайды деген сияқты. Сол себепті адамдардың өзіне байланысты деп ойлаймын. Өйткені біз барлығымыз бірдей ортада өмір сүріп жатырмыз. Біреу мысалы бізге келіп ақша беріп жатқан жоқ, болмаса ана жоғарыда көтеріліп кеткен адамдарға біреу келіп ақша беріп жатқан жоқ. Сол себепті әр адам өз қолында деп ойлаймын. Сұхбат барысында қанша процент өтірік айттың? Ешқандай да процент өтірік айтқан жоқпын. Барлығы шынайы, барлығы әдемі болды. Мен қорқып келгенмін, қандай сұрақтар қояды деп. Провокационный сұрақтар болмай ма деп. Енді мен сенің мәдениеттілігіңменен, сенің тәрбиелігіңе сене отырып, саған сендім, жақсы сұрақтар қойдық, жақсы жауап бере алдым деп ойлаймын, сен қанағаттанатындай. Ойыңда қалып қойған сұрақ болса тағы қой. Жоқ, мен өзім дайындаған сұрақтарымды қойдым. Жалпы сұхбатқа келгеніңе, уақыт бөлгеніңе саған көптен көп рахмет айтамын. Өйткені қазір енді уақыттағы жағдайда адамды бір жерге шақыру бұл өте қиын дүние негізі. Енді өзің ниет танытып, соны сөзіңде тұрып, сұхбат бергеніңе алғыс білдіремін. Сен халқым учен деп бердің, Нұрсұлтан. Менің анамның, сен былайша айтқан кезде орыстың сөзбен любимчигісің, кәдімгідей сенің әрбір айтқан сөзің дұрыс айтты деп кәдімгі. Депутат айтса сен бүйтші, бірақ сен айтсаң сен кәдімгідей. Сол себепті саған тек қана отбасылық бақыт тілеймін, ата-ананың жақсылығын тілеймін, амандығын, тек сен қуанышыңды көрсін. Көп Құдай қаласа бір отбасының көп балалы әкесі мен анасы атаныңдар. Ең үлкен бақытым, сосын қоғамнан өзіңнің орныңды тап, ертең сенің бала-шағаң мақтанатындай тұлға болуыңа тілектеспін. Алдағы уақытта саған сәттіліктер тілеймін. Рахмет. Енді би жағынан болсын, басқа жағынан болсын, енді ән айтатын өнерлерің бар ғой. Сол өнеріңнің арқасында биік белестерден көріне бер. Ата-анаң аман болсын, ата-анаңа сәлем айт. Осымен біздің сұхбатымыз тамам, құрметті көрермен. Тимур Абдижанов деген жігітті жаңа қырынан ашуға тырыстық. Сұхбат ұнаса лайк басыңыз, ұнамаса комментарий жазсаңыз болады. Біз барлығын оқимыз. Всем пока. Нұржанский шын жүректен. Рахмет. Рахмет саған да.